Отбасы құндылығы тәрбиенің бастауы ең әуелі ене мен келіннен бастау алады. Өйткені ене мен келіннің тағдыры бір. Әулеттегі ең жуық істес жандар. Бүгінгі келін ертең ене, ертеңгі келін болашақ ене болып, өмір жылжып ауысқан сайын өз жолы мен сабақтастығы тауып жалғаса беретін үрдіс. Ене мен келін болмаса өмір жалғаспайды, ел өшіп құриды. Бұл табиғи заңдылық. Басқа отбасында тәрбиеленіп келген жас қыз-келін жаңа отбасына ойдағыдай сіңісіп кетуі оңай шаруа емес. Тек әр қазақ отбасының тәрбиесінде қыз жат жыртық, барған жеріне тастай батып судай сіңсін деген аталы сөз жасынан құлағына құйылып өскен қыз келін болып келген жаңа ортасына тас түскен жеріне ауыр. Маржан түссе маңдайымнан, тары түссе таңдайымнан деп бар ниетімен өзі босағасын келін болып аттаған үйдің ата-енесін, қайнағасын, жолдасын, қайнысын, қайынсіңлісін және туған-туыс сол әулеттің ағайындарын құрметтейді. Сыйлай білсең сыйсасын іні боп, кінәласаң әкеңнің де міні көп деп ақын Имашхан Байбатырұлы айтқандай, атасын әкесіндей, енесін анасындай, жылы ыстық ықылас, адал көңілмен нақ шын беріліп, құрақ ұшып, иіліп тұрған келінді кім жек көреді? Қолға қонған балапан құстай жас келіннің келген жеріне деген ниетін таныған ене де ыстық ықылас аналық мейіріммен табалдырық аттаған күннен бастап мәпелеп жастығына жанашырлықпен қамқорлық жасап, білмегенін білгізіп, әр нәрсенің мән-жайын түсіндіріп, алға жетелеп отырады. Жақсы жерге түскен келін келін, жаман жерге түскен келін келсап деген рас. Ене мен келін бір-бірін түсініп, ұғысып отырса, сол әулет берік қамал іспетті. Іштегі пыш-пыш өсек сыртқа шықпайды, сырттан суық сыбыс ішке кірмейді. Ене мен келін отбасындағы ағайын арасындағы ұсақ-түйек мәселеден бастап, кейбір келелі іске де келсе пікірлесіп, шешісіп отырса, ешкім бұрыс деп бұра тарта алмайды. Сол үйдің атасы да, азаматы да, ағайын туысы да дән риза. Жалпы осы күні айта берсе отбасына байланысты қилы-қилы хикая, қитұрқы аспадар іс-әрекеттер көп. Ауруын жасырған өледі. Қауіптің алдын алып, дабыл қағып отыруымыз керек.